Түнгі сағат 12:47 кеткен еді. Қараңғы бөлмеде тек ноутбук экранының жарығы ғана жанып тұр. Мирас 16 жастағы жасөспірім. Бұрыннан Roblox ойнауды ұнататын. Бірақ соңғы 2 аптада біртүрлі жағдайлар басталды. Ойында біреу үнемі оған қарап, артынан қалмай жүргендей болатын. Басында ол мұған мән бермеді. Балалар ойыны ғой деп. Бірақ сол күні бәрі өзгерді. Мирас түнде Roblox ашты. Әдеттегідей ойында достары онлайн емес еді. Бірақ тізімде бұрын көрмеген лобби пайда болды. Және де ол жақта Don't play, яғни ағылшын тілінен аударғанда ойнама деп жазылып тұрды. Лоббидің астында бір ғана ойыншы тұрды. Nobody деген никпен бір адамның есімі тұрды. Аватары адамға ұқсамайтын, басы жоқ, денесі жыртылған, қозғалыссыз. Мирас қызығып ішіне кірді. Лоббиде ештеңе жоқ, тек ұзын қара дәліз. Әр қабырғада бір сөз. Сен оқиғаны бастадың. Артқа қайту жолы жоқ. Ал алдында қызыл есік. Мирас есікті ашқанда экран бір сәтке жанып сөнді. Және артында біреу шөпілдеп күліп тұрғандай болды. Бірақ микрофон өшіріледі. Еріп жүрген көлеңке келген сияқты. Ойын ішіне кірген бойда чатқа белгісіз адам бір жазды. Мирас артына қарама деп бір чаттан сообщение келді. Мирас селк етіп қалып, ойын ішінде менің атымды қалай біліп қойды? Менің екімді да Мирас деп жазылып тұрған жоқ қой деді. Ол кімсің деп жауап жазбақ болды. Бірақ жазып үлгерместен ойындағы кейіпкерінің артына қараса, картаның ең алыс бұрышында бір көлеңке тұрды. Тек өзі ғана қызыл. Мирастың ішінде қорқыныш болды, бірақ тек ойынға деген. Тәп бір ойынның ішінде ғана сол қорқынышты нәрсе тұрған сияқты. Бірақ ол көлеңке ешқандай Roblox модель емес еді. Тым табиғи, тым ірі сияқты. Тәп бір соны графика жасамаған сияқты. Кейіпкер қозғалған сайын көлеңкеде қозғалып отырды. Ал чатқа қайта хабарлама келді. Сен артқа қарадың, енді ол саған жақындайтын болады. Сол сәтте көлеңке күрт жақындап, Мирастың құлағына дыбыс келді. Бірақ телефоннан емес, өмірде бір дауыс естілді. Не үшін кірдің? Мирас орнынан атып тұрды да наушникті жұлып алды. Бірақ дауыс экраннан шыққан жоқ екеніне өте сенімді болды. Артында ешкім болған жоқ. Ол ойынды жаппақ болды, бірақ ноутбук жауап берген жоқ. Экрандағы көлеңке болса, сәлем бергенде қолын көтеріп тұрды. Сол кезде бөлме жарығы өздігінен жанып сөнді. Мирас шошып есікке қарай жүгірді. Есік ашқанда дәліз түнекке толы болды. Үйдегі барлық жарық өшіп қалған. Ата-анасы да шок. Осы кезде ноутбуктан тағы да бір хабарлама шықты. Ойын әлі біткен жоқ. Көлеңке экраннан шығып келе жатқандай болды. Пішіні бұлыңғыр, бірақ қолы ұзарып бара жатты. Мирас қорыққаннан ноутбуктың бетін жаба салды. Бірақ экранның жарығы жабық күйде де үстінен шағылысып тұрды. Экранда бір ғана сөйлем. Сен тыйым салған лоббиге кірдің. Енді мен сенің дүниеңде ойнаймын. Сол түні Мирас еш ұйықтай алмады. Көзі ілініп кеткендей болды. Бірақ түсінде тағы сол дәліз, тағы сол қызыл есік. Есіктің ар жағынан әлгі көлеңкенің сыбырын естіді. Ертең сағат 1:00-де қайта кіресің деп тұрды. Мирас оянып кеткенде жүрегі қатты соғып тұрды. Сағатқа қараса, дәп 1:00. Ноутбук өздігінен қосылып, бетін ашпай-ақ жарық ішінен шығып тұрды. Ашылған экранда ешбір терезе жоқ, тек қара фонмен бір сөйлем. Сен оралдың деген сөз тұрды. Мирас айғай салды. Ноутбукты қараңғыға лақтырып жіберді. Экран сынып қалды, бірақ ішіндегі көлеңке сынық экранның ар жағынан қозғала бастады. Ол содан бері Roblox'та ойнамай кетті. Бірақ түнгі 1:00 сайын ноутбук өздігінен жанатынын айтады. Ал экранда тек бір ғана хабарлама.
соңғы дегей басталмады. Артына қара. Достар, маған тезірек 60 000 подписчикке жетуге көмектессеңіздер өте жақсы болатын еді. Және де алдағы уақыттарда да қызықты видеолар шығады деп уәде беремін.